Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті әлемдік деңгейдегі жоғары оқу орны ретінде дамып келеді. Ол үшін университетте заманауи ғылыми білім беру инфрақұрылымы құрылған. Халықаралық білім беру хабы табысты жұмыс жасауда. Мамандарды даярлау, бакалавриат, магистратура және докторантураның 221 білім беру бағдарламасы бойынша жүргізіледі. Өзінің инновациялық дамуында университет аграрлық мамандықтар бойынша QS әлемдік рейтингінде жетекші жоғары оқу орны болып табылатын Нидерланды мемлекетінің Вагенинген зерттеу университетінің тәжірибесін басшылыққа алады. Соның нәтижесінде Вагенинген университетімен бірлесе жұмыс жасайтын институт ашылды. Онда ветеринариялық тамақ қауіпсіздігі және технологиясы, және өсімдіктер және технологиялар туралы ғылым білім беру бағдарламалары бойынша дайындық жүргізілуде. Академиялық ұтқырлық дамуда үш тілде білім беру қос диплом бағдарламалары жүзеге асырылуда. Тиімді жұмыс жасайтын халықаралық агротехникалық хаб, су хабы, 11 ғылыми зерттеу институты, 8 инновациялық орталық, халықаралық агенттіктер аккредиттеген 49 зерттеу зертханасы тиімді жұмыс жасайды. Нақты ғылыми жобалар шеңберінде құрылған 18 халықаралық зерттеу орталығы отандық ғылымды дамытуға үлкен үлес қосып келеді. Университеттегі Қазақстан-Жапон инновациялық орталығы ашық түрдегі жетекші ғылыми зерттеу орталығы болып саналады. Бұл зертханаларда университет ғалымдары гендік модификациялық азық-түліктерді, ауыр металдарды, микотоксиндерді, пестицидтердің қалдық мөлшерін, антибиотиктерді және басқа ксенобиотиктерді, сонымен қатар тағам өнімдері мен шикізат сапасының микробиологиялық көрсеткішін анықтау бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Газ сұйықтық хроматографиясы, хроматомасс спектрометрия, электронды микроскопия, молекулалық генетика және тағы басқа әдістер қолданылады. Тағам өнімдері технологиялары және сапасы инновациялық орталығында тағам өнімдерін өндірудің жаңа технологиялары әзірленеді. Қазақстан-Корея инновациялық орталығында 2021 жылы қазан айында ақылды жылыжайы ашылды. Азия даму банкімен бірлесіп ашылған су хабы белсенді қызмет атқаруда. Аталмыш хабтың құрамына заманауи құрылғылармен жабдықталған 14 зертхана кіреді. Тұрақты егін шаруашылығы зерттеу орталығында ғалымдар табиғи ресурстарды тиімді пайдалану мәселелері бойынша нақты егіншілік әдісін қолданады. Өсімдіктер биотехнологиясы халықаралық зерттеу орталығында Корнелл университеті мен Америка құрама штаттары бірлесіп 3 миллион данаға дейін жеміс-жидек дақылдарының бактериялық күйікке төзімді құнды сорттарының көшірттері алынды. Қазақстан Нидерланд зерттеу орталығында Dutch Fruit Solution Қазақстан компаниясымен бірлесіп тамшылатып суаруды пайдалану арқылы голландиялық технология бойынша қарқынды бақ құрылды. Вакцинология халықаралық зерттеу орталығы Огайо штатының университеті және вакцин биотехнологиялық австралиялық компаниялармен бірлесіп жұмыс жасауда. Орталық ғалымдары COVID-19 коронавирусына қарсы қауіпсіз және тиімділігі жоғары екі жаңа вакцина әзірледі. Орталықта үй жануарларын коронавирустан қорғауға арналған Naruvax S19 атты вакцина жасалды. Агро университет оқу тәжірибелік шаруашылығы базасында агротехнологиялық парк құрылды. Онда ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттары апробациядан өтеді және жергілікті жағдайларға бейімделеді. Қазақстан-Беларусь агроинженерлік инновациялық орталығы соңғы жылдары оқу тәжірибе шаруашылығы алқаптарында жұмыс істейтін 75 бірлік ауыл шаруашылығы техникасы мен технологиясымен толықтырылды. 30-дан астам ғылыми жоба коммерцияландырылды және қолданысқа енгізілді. Азық-түлік қауіпсіздігі және халал халықаралық зерттеу орталығы базасында нөмірі 101 халал азық-түлік өнімдері мен қызметтерінің азық-түлік қауіпсіздігі ұлттық техникалық комитеті жұмыс жасайды. Университет ғалымдары ауыл кәсіпкерлеріне экстеншн жүйесі агродаму жоғарғы фермерлер мектеп арқылы консалтингтік көмек көрсетеді. Жыл сайын аграрлық ғылымды дамытудың 15 бағыты бойынша халықаралық жазғы және қысқы мектептер өткізіледі. Магистранттар мен докторанттар даярлау еліміздің ауыл шаруашылығы министрлігіне қарасты ғылыми зерттеу институттарымен бірлесіп жүргізіледі. Олар өз зерттеулерін ғылыми зерттеу зертханаларында, университеттің инновациялық орталықтарында, сондай-ақ ғылыми зерттеу институттары мен бейінді кәсіпорындарда жүзеге асыруда. Аграрлық білім беруді, ғылымды, білім беруді және өндірісті біріктіруді күшейту мақсатында Оспанов атындағы Қазақ топырақтану және агрохимия ғылыми зерттеу институты, Қазақ қайта өңдеу
және тамақ өнеркәсібі ғылыми зерттеу институты, Қазақ жеміс көкөніс шаруашылығы ғылыми зерттеу институты және Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігінің агроинженерия ғылыми өндірістік орталығы университет басқаруына берілді. Көп жылдық ұжымдық еңбектің нәтижесінде Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті бүгінгі күні ТМД елдерінің жетекші аграрлық жоғары оқу орындары арасында бірінші орынға шықты. Халықаралық QS 2022 рейтингісінде Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті 481 орыннан көрінді. Халықаралық QS World University Ranking by Subject 2022 рейтингісінде университет алғаш рет ауыл шаруашылығы және орман ресурстар бағыты бойынша топ 401-ге кіріп, көшбасшылық позицияны көрсетті. Бұл жетістіктердің барлығы Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің ұжымына ертеңгі күнге сеніммен қарап, әлемнің жетекші жоғары оқу орындарымен бірге дамып, әріптестікті нығайтуына зор мүмкіндік берері сөзсіз.